Сәлем достар, баршаңызға, сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай баялтыдан дәмді, ерекше әрі тойымды салат дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған баялтыларымызды дәл видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Бұл салаттың жасалу жолы ерекше, дәмі өте керемет дәмді болып шығады. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, үйреніп алуларыңызға кеңес беремін. Ал каналыма жаңадан қосылған, маған тіркелмеген оқырмандар міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, астында пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздер менің каналымның алға жылжуына ықпал етесіздер. Бұдан ұсақ етіп турамаңыздар, өйткені біз қазір оны қуыратын боламыз, сол кезде көлемі кішірейеді. Барлығын турап алдық, енді осының үстінен жұмыртқаны салатын боламыз. Менің көкөністерім ірі болғандықтан мен бір баялтыға бір жұмыртқадан есептедім. Сіздер де солай есептесеңіздер болады, немесе осылай араластырған кезде әрбір кесінді, әрбір бөлікті жұмыртқаға араласқан болуы қажет. Бұл жерде тұз да бұрыш та салудың қажеті жоқ. Енді табаға сұйық майымызды құйып қыздырамыз. Қызған майдың үстінен аз мөлшерде салатын боламыз, өйткені жақсылап сырты қоп-қоңыр болып қуырылуы қажет. Дәл осындай барлық жағы әдемі қоңыр түске боялғанша қуырамыз. Кейінгі баялдыларды салғанда құрамында жұмыртқа болғандықтан майларыңыз дәл осылай көпіршиді. Сондықтан аз-аздан салып қоруға кеңес беремін, өйткені майларыңыз төгіліп кетуі мүмкін. Барлығын жақсылап қуырып алдық. Енді сарымсақты үккіштен өткіземіз, немесе ұсақтап турап үстінен саламыз. Енді қарапайым дүкендерде сататын, күнделікті тамаққа қосатын галина бланка немесе куриный бульон деп жатамыз. Соның бір кубигін алып, үгітіп үстінен саламыз. Дәмін келтіретін дәл осы бульон болады. Құрамында түрлі дәмдеуіштер, тұз болғандықтан басқа ештеңке салмаймыз. Енді үстінен майонезді салып, жақсылап араластыратын боламыз. Біздің жаңағы салған куриный бульонымыз бір келкі болып араласуы қажет. Осымен дәмді әрі ерекше салатымыз дайын. Әдемі ыдысқа салып, үстелге ұсынсаңыздар болады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан дәмі сіздерге бірден ұнайтын болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Видеом рецептім ұнаса, төменде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.